Елімізде National Geographic форматында деректі фильм түсіретін қазақ саяхатшысы барын білесіз бе, деп жазыпты. Я, ол саяхатшы жігіт мен. Менің солтүстік Кениядағы тайпаларды зерттеуім жалғасуда. Кения туралы шығарымдарымның ішінен дәл осы видеоны бірінші көріп отырсаңыз, сапарымыз туралы қысқаша айтып өткенім жөн. Мен және менің досым, осы сапардағы серігім Бахадыр екеуміз Кения еліне ұшып келдік. Өткен шығарылымдарда Кения астанасы Найроби қаласын аралап, Африканың ең үлкен лашық аудандарына бардық. Бірақ ең қызығы тайпалармен танысу болды. Бұған дейінгі шығарылымдарда біз Кенияның 4 тайпасымен таныстық. Түйе бағатын Риндели тайпасы, асық ойнауды үйреткен Самбуру тайпасы, қан ішетін Туркана және жойылып бара жатқан балықшы Эльмола тайпалары. Ұзақ шақырым жол жүріп, тайпалардың өмірімен таныстық. Тұрмыс тіршілігін өз көзімізбен көрдік. Бүгінгі шығарылымда бастамас бұрын алдыңғы шығарылымдарды көріп шығыңыз. Кения тайпаларымен жақынырақ таныса аласыз. Ал енді осы шығарылымда біз қыз балаларды әлі күнге дейін сүндетке отырғызатын тайпалармен танысамыз. Олардың ауылдарына барып, адамдармен сырласамыз. Бұл тайпалар Пакот және Ильчамус халықтары. Біз Кениядамыз. Менің арныма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде қызықты және керемет контент шығады. Біз қазір жолдамыз, Пакот тайпасына бара жатырмыз. Кеше біз қалған Туркана ауылынан осы Пакот тайпасына дейін 8 сағаттай. Пакот тайпасына бара жатқан жолда кенеттен алдымыздан бір топ адам шығып, жолымызды жауып тастады. Сол сәтте ішімде әлсіз бір қорқыныш пайда болды. Неге тұр? Қандай мақсатпен жолды жапты? Деген сұрақтар санамда бірінен соң бірі туындап қобалжыта бастады. Қазір жолай 2-3 күн бұрын балаларды күштірген. Сол жігіттерді қазір алдымызда шығып тойлап жүр екен. Біз түштіргенде 3 күн болған екен. Қазір неғып билеп жатыр. Олар осылай жолды жауып өтіп бара жатқан адамдардан ақша сұрайды. Бұл біздегі көріндік жинау дәстүріне ұқсайды екен. Сүндетке отырғызылған балалар ауылда қалып қоймай, керісінше бірнеше күн, тіпті 1-2 апта бойы ел аралап, осылай көріндік жинап жүреді. Африка тайпаларында балаларды сүндетке отырғызу көбіне топ-тобымен өтеді. Достар, мен Кениядамын. Менің арныма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Ерасыл Мирасбек. Әйтеуір келетін жерімізге жеттік қой. Таңғы сағат 5:30-да тұрып, таңғы асымызды жеп, таңғы сағат 7-де шығып кеткен болатын. Біз қазір сағат 4-тен 25 кетті. Жолы 9 сағаттай болдық, енді кәдімгідей шаршадық. Артымыздан түк қалмады. Енді әйтеуір біздің кемпке келдік. Пакот тайпасының қасында орналастық және осы жерде біз Пакот тайпасымен танысамыз. Ар жақта Баха несіп жүрген палатка тігіп жүр. Шатырымызды тігіп жатыр. Шатырымызды бар тігейік. Бүгін далада ұйықтаймыз. Ерасыл, не кепкамен жүр десеңіз, бәс киіммен жүр десеңіз, шашым май болып кеткен, жуылмаған қанша күн. Киімнің бәрі шаң. Сондықтан барып шатырымызды тігейік. Сіздерге қызық көрсетейін. Қазір қолымда әппақ салфетка. Қазір беті қолымда. Қазір бетім сүртем. Түсін көресіздер.
Құп-қоңыр. Өйткені жолдың бәрі шаң, дұрыс жол жоқ. Сондықтан осылай жуынатын жер де жоқ дұрыс. Тайпаларды зерттейміз деп адам жүрмейтін жерге кетіп қалдық. Саяхатшылар келмейтін жер. Хабари. Құп-қоңыр. Құп-қоңыр. Достар, сіздер жақын арада саяхатты жоспарлап жүрсеңіздер, өз тәжірибемен бөлісейін. Ең арзан ұшақ билеттерін мен әрдайым Aviasales.kz қосымшасы арқылы сатып аламын. Сонымен қатар, ыстық ұсыныстарды жіберіп алмау үшін Aviasales.kz Telegram арнасына тіркеліп қойыңыздар. Неге десеңіздер, онда соңғы жаңалықтар, тиімді ұсыныстар және арзан ұшақ билеттері тұрақты түрде жарияланып тұрады. Сілтемені шығарылымның астынан таба аласыздар. Мен өзім Aviasales.kz-ті таңдаймын. Сіздерге де қолдануға кеңес беремін. Түніміз түн болған жоқ, өйткені өте суық болды. Бір бақ айтады 16 градустай болды, бірақ 16 емес градус, бір 10 градустай болды. Сұмдық суық болды. Бір 10-15 рет оянған шығармын түнде. Үстімдегі бүкіл киімдерді не болған бәрін киініп алдым. Түрін қараңыздар, жатқан. Суық болды ма? Страшно суық болды. Біз дайын болған жоқ сондай суық. Пакот тайпасы Шығыс Африкадағы ең ерекше әрі қарама-қайшылыққа толы халықтардың бірі. Олар негізінен Кенияның солтүстік батысында және Уганда шекарасына жақын аймақтарда өмір сүреді. Пакот ер азаматтары тарихи тұрғыда жауынгер халық саналады. Жас жігіттер ер жеткенде арнайы сынақтардан өтіп, батылығын дәлелдеуі тиіс. Батырлық бұл қоғамдағы ең басты құндылықтардың бірі. Алайда Пакот қоғамында бүгінге дейін талқыланып келе жатқан күрделі дәстүрлер де бар. Соның бірі қыз балаларды сүндетке отырғызу. Сүндетке отырғызу Пакот халқы үшін өте маңызды және оның мағынасы өте ерекше. Бұрын олар мектепке бармағандықтан қыз балаларды өмірге дайындаудың бір жолы. Яғни қыздар болашақта күйеуге қарауды және үй шаруасын жүргізуді үйрену үшін сүндет рәсімін өткізетін болған. Қыздар әдетте 10-12 жастан бастап және әрі қарай осы рәсімге қатысады. 10-12 жас. Сүндеттелу рәсімі. Сүндеттелу рәсімін жасы үлкен әйелдер жүргізеді. Ал одан бұрын сүндеттен өткен жас әйелдер қыздарға үйретуші ретінде көмектеседі, яғни бір жағынан мұғалім сияқты оларға барын үйретеді. Солай. Рәсімнен кейін 1,5 ай бойы қыздар ауылдан бөлек далада тұрады. Олар үйде емес, табиғатта өмір сүреді. Олар еш нәрсеге қарамастан ауылдан бөлек далада тұрады. Жаңбырлы маусымда немесе құрғақ уақыттарда да олар сол жерде қалады. Егер жаңбыр жауса, ағаш бұтақтарынан қарапайым баспана жасап үстін жауып алады. Бұл өте қарапайым баспана, сол жерде тұра береді. Осы уақыт ішінде олар сонда қалып, үлкен әйелдерден көп нәрсе үйрене алады. Бұл бір жағынан мектеп сияқты. Олар сол жерде тұрып, өмірге қажетті білімді меңгереді. Осы кезеңнен өткеннен кейін қыз бала отбасыға дайын болады. Бала қарауды, күйеуіне қамқор болу, үй шаруасын жүргізуге, тіпті күйеуі қайтыс болған жағдайда да үйдің жағдайын өз алады. Сүндетке отырғызу рәсімі аяқталғаннан кейін қорытынды кезең шығару рәсімі өтеді. Сол кезде ауылдың адамдары бір жерге жиналады. Сиыр мен ешкі сойып, үлкен дәстүрлі мереке өткізеді. Бұл рәсімнің аяқталғанын білдіреді. Осыдан кейін қыз жаққа үйленгісі келетін жігіттер қолын сұрауға келеді. Қыз үйіне қайтқаннан кейін жігіт жағы
ата анасымен қалың мал туралы келіссөз жүргізеді. Және қалың малдың мөлшері әртүрлі болады. Өте қымбат немесе арзан. Қалың малдың қымбат болуы бұл қызға қанша адам сөз салуына байланысты. Үміткер көп болса, қалың малда жоғары. Мысалыға 25 сиыр, 70 ешкі, 10 түйе, 6 есек сұрауы мүмкін. Келіссөз арқылы шешіледі. Сонымен қатар қызды кез келген адамға бере салмайды. Көп мал бергеніне қарай қабылданады. Ең бастысы, қыз үйленгісі келген жігіттің өзі қандай адам. Оның отбасының тегіне қарайды. Дәл солай. Жігіттің қайдан шыққаны маңызды. Мысалы, егер сен менің қызыма үйленсең, біз сенің отбасыңа қарайтын боламыз. Кейбір отбасылардың қоғамдағы беделі жақсы емес. Немесе адамдармен қарым-қатынасы дұрыс болмайды. Және ондай адамдарға қыздарын бермейді. Бізге қоғаммен жақсы қарым-қатынаста болатын сыйлы, беделді отбасыдан шыққан жігіт керек. Сол кезде ғана қызды беруге келісетін боламыз. Малының саны да маңызды. Бірақ бұл жалғыз шарт емес. Пакот әйелдерінің әшекейлері жай сән үшін емес, өзіндік тілсіз коммуникация. Әрбір моншақтың түсі мен пішіні белгілі бір мағына береді. Үлкен мойын әшекейлері әйелдің қоғамдағы мәртебесін көрсетеді. Тіпті әшекейіне қарап, оның тұрмысқа шықпағанын ғана емес, қанша баласы бар екенін де аңғаруға болады. Егер сіз әйелді көрсеңіз, бізде моншақтың екі түрі бар. Біріншісі мынау. Ал екінші моншақ түрі бізде ағаштан жасалған. Ағаштан жасалған моншақтар сүндеттелмеген қыздарға тән. Ал егер әйел осы моншақты тағатын болса, бұл оның сүндеттелгенін білдіреді. Иә, дәл солай. Ағаштан жасалғанымен осылай әрленеді. Ал егер әйелдің қолында мынадай металл әшекей болса, бұл оның тұрмыста екенін білдіреді. Бұл сақина сияқты белгі, яғни оның күйеуі бар. Және бұл металл әшекейдің бір ерекшелігі бар. Бұл сақинаның рөлін атқаратын металл нәрсе әйелдің білегінде тағылып тұрмаса, басқа әшекейлер тағылып тұр, бірақ металл әшекей тағылмаса, онда оның күйеуі қайтыс болған деген сөз. Яғни ол әйел тұрмыста болған және оның күйеуі өмірден өткен. Солай. Және мына киімдер теріден жасалған. Ол киімдер сиырдың, ешкінің немесе түйенің терісінен. Пакот халқы мұндай теріні жиі пайдаланады. Себебі бұл өте арзан және қолжетімді. Олар оны киім ретінде де пайдалана береді, ал түнде жамылғы ретінде. Және де айтып өткенімдей, бұл киімдер сиыр немесе ешкі түйенің терісінен жасалады. Киімнің жасалуы өте көп теріні қажет етеді. Соған қарамастан, бұл киім өте арзан және қолжетімді. Негізінде басқа киімдерді киюге болады, бірақ бұл төзімді. Сонымен қатар бұл аймақта тікенекті өсімдіктер өте көп. Сондықтан да басқа киімдер оңай жыртылып кетеді. Төзімсіз. Сол себепті біз киім ретінде теріні көбірек пайдаланып тікеміз. Ал мынаған келетін болсақ, бұл нәрсе, бұл белдік. Бұл белдік әйел адамдарға арналған. Бұл белдікті әйел адамдар өздері босанғаннан кейін іштерін жинау үшін пайдаланады. Сонымен қатар, күндізгі уақытта аштықты сезінбеу үшін де тартып байлайды, өйткені мал бағып жүргенде керек болады. Ал енді мынандай әшекейлер, мына қыздың басындағы сияқты әшекейлер, сүндет рәсімінен кейін тағылатын әшекейдің бір түрі. Осындай әшекейлерді тағып, өздерін жігіттерге көрсетеді. Ер адамдарға келсек, олардың денелерінде түрлі тіліктер бар, яғни жара іздері болады. Міне осындай, ол жараларды өздері жасайды. Жігіттер жас кезінде
Олар өздерін осылай кесіп, қан көрген кезінде қорықпауға өздерін үйретеді. Дәл солай. Олай жасаудың себебі кейде басқа тайпалармен араларында қақтығыс болып жатады. Сол қақтығыс кезінде, мысалға алатын болсақ, аяғынан немесе денесінде жарақат алған кезде қаннан қорықпау үшін үйретеді. Және қанды көргенде қорықпайды. Өйткені жас кезінде осылай қанды көріп үйренген. Сондықтан ер адамдар өздерін әшекейлеп жүреді. Бұлар әйел адамдардың назарын аудару үшін де өте маңызды. Егер ер адам әшекей тақпайтын болса, онда ол тартымсыз болып көрініп қалуы да мүмкін. Және моншақтар өте қымбат. Оларды сатып алу үшін де кейде бір сиырды сатуға тура келеді. Моншақ өте қымбат болғандықтан көп адамдардың жағдайы оны сатып алуға жете бермейді. Әдемі әшекей жасау үшін түрлі түсті моншақтар сатып алынады. Қызыл, сары, жасыл деген сияқты. Олардың үйлері де өмір салтына бейімделген. Балшық, ағаш және шөптен жасалған дөңгелек үйлер жел мен аптап ыстықтан қорғайды. Көшпелі өмірге байланысты мұндай баспаналарды тез құрып, қажет болса оңай жинап көшуге болады. Ал ұлдарға келсек, оларда 10-12 жастан сүндет рәсімін өтеді. Олар да дәл сол сияқты бір айдай дайындықтан өтеді. Бұл бір жағынан мектеп сияқты кезең. Осыдан кейін олар ер жеткен болып саналады және үйленуге дайын болады. Егер жігіттің әкесінде немесе отбасында қалың мал төлеуге мал болмаса, онда ол басқа жігіттермен ақылдасады. Мысалы, жайылымда жүргенде басқа ауылдардың жігіттермен кездесіп әңгімелеседі. Сол кезде олар мен үйленгім келеді. Бірақ менің әкемде жеткілікті сиыр жоқ деп айтады. Солай бірге шешіміздей бастайды. Басқа жігіттер де солай дейді. Мал жетпейтінін айтады. Мысалы, қыздың үйінде 20 сиыр сұрады. Бізде 15 сиыр ғана бар. Ал біз 4 ағайындымыз. Ол жеткіліксіз. Сонда біз ойлана бастаймыз. Сол кезде ауылдың жігіттері бірігіп мал ұрлап, айдап әкелуді жоспарлаймыз. Одан кейін біз қайда баратынымызды шешеміз. Бірнеше адамды Самбуру тайпасы жағына жібереміз. Олар барып, қай жерде көп сиыр, көп ешкі бар екенін байқап келеді. Әдетте 3-4 адам барып, сол жерді бақылап, жағдайларын зерттеп қайтады. Ауылға оралып, өзімізбен қатарлас жігіттерді жинап, кеңес өткіземіз. Бұл жақында ғана сүндеттелген үйленетін жігіттер. Біз былай шешеміз. Біз Самбуруға барып келдік, мал көп ауылдарды көрдік, сол жаққа барамыз ба деп. Бәрі келсе, жарайды, бір аптадан кейін барамыз, дайындалайық дейді. Ақылдасқаннан кейін шамамен бір апта дайындалып жолға шығады. Бірақ бармас бұрын ауылдың ақсақалдары бізге бата береді. Олар арнайы рәсім жасап, жолымыз сәтті болып аман қайтуымыз үшін дұға ететін болады. Содан кейін ғана жолға шығамыз. Біз шамамен 50 адамға жуықтай болып жиналамыз. Оның 15-20-сы малды айдап әкетумен айналысады, ал қалғандары қарсы жақпен қақтығыс болған жағдайда қорғаныс үшін артқы жақта қалып бізді күзетіп отырады. Қосымша күш сияқты. Содан кейін біз 2-3 күнде аялдаймыз да малды өзара бөлісеміз. Әркім өз үлесін алады. Содан кейін мен өзімнің үлесімді аламын да бірден қалың мал ретінде қыздың әкесіне беріп әйелімді аламын. Егер әлгі адамдар кек қайтарам деп қайтадан келетін болса, менде мал болмайды. Мен оны әлдеқашан беріп қойғанмын. Менің мәселем емес. Өйткені менің міндетім қалың мал беріп әйелімді алу. Сондықтан кейін біреу келіп малды қайтарып алса, ол менің емес, басқа адамның мәселесі болады. Және мен үшін бәрі аяқталған. Міне біздің дәстүрде осындай жағдайлар болады. Енді бұл жігіттер әйел алады. Енді бұл жігіттер үйлене алады және мал ұрлайды. Жетпесе. Пакот тайпасымен таныстық.
Енді сіздерді тағы бір ерекше тайпамен Ильчамус, кейде Нджемс деп аталатын халықпен таныстырғым келеді. Олар негізінен Баринга көлінің маңында өмір сүреді. Таңғы сағат 6 біз Нджемс тайпасын көруге қайықпен бара жатырмыз. Олардың орналасуы енді алыстау, сондықтан қайықты жалға алып, сол қайықпен түсіп бара жатырмыз. Бұл тайпаға жету үшін қайықпен суда шамамен 1,5 сағат. Қайықты кішкене шайқап келатыр. Толқындар үлкейіп баратыр. Жел үріп жатыр. Бірақ ең қауіпсіз бір жерде бар ғой. Толқын емес, бұл жерде қол тұрауымен гипопотам дейді. Судың астында бар ғой, жетіп ұстаса бар ғой, жыртады ғой кәдімгідей. Қазір біз Нджемс тайпасына келдік. Бұлар өзінің ұлттық биімен, ұлттық әндерімен бізді қарсы алып жатыр. Ең қызығы енді бұлардың киімдері басқа, одан кейін үйлерінің дизайндары да басқа. Қазір барып олармен жақынырақ танысайық. Ильчамус тайпасы Масай тобына жататын кіші тайпалардың бірі болып табылады. Олар негізі жазықтағы нилоттар деп аталады. Негізінен алғанда Баринго көлінің шығыс және оңтүстік жағалауында, сондай-ақ көл ішіндегі шағын қыратта өмір сүреді. Енді ең жаман нәрсе, бұл тайпаның шығу тегі туралы ақпараттар мүлдем жоқ. Әлі толық зерттеліп бітпеген. Кейбір деректерге қарағанда олар бұл аймаққа шамамен 1810-1889 жылдары қазіргі Лайкипия өңірінен көшіп келген, кейін Беринго көлінің жағасына қоныстана бастады. Ал енді Ильчамус халқы Самбуру тайпасынан бөлініп шыққан шағын ғана топ деп есептелінеді. Бірақ олардың шығу тегі туралы ақпарат аз болғанымен, бірнеше түрлі болжамдары да аз емес. Халық саны уақыт өте келе көрші қауымдардың қосылуы арқылы көбейген, яғни басқа тайпалардың кейбір отбасылары Ильчамус қауымына сіңісіп кеткен. Ал енді олардың күнкөріс туралы айтатын болсақ, олардың күнкөрісі өте ерекше. Олар мал шаруашылығын ғана емес, онымен қатар балық аулауды да қатар жүргізетін тайпа болып саналады. Ильчамус халқын басқа тайпалардан ерекше ететін де осы нәрсе болып саналады. Тек қана мал шаруашылығы, яғни мал бағу ғана емес. Сонымен қатар оларда балық аулау болғандықтан Масай топтарынан ерекшелендіретін нәрсе. Өйткені көпшілігі мал шаруашылығымен айналысады. Масай мәдениетінде балық аулау көбіне тыйым салынған деп саналады. Бірақ Ильчамус халқы Беринго маңында қоныстанғаннан кейін табиғи ортаға бейімделді. Және сол арқылы балық аулауды да өздері меңгеріп алған болатын. Бұл да осы өңірде бұрын сүрген басқа қауымдардың әсерінен қалыптасқан. Ал енді қыз балалардың сүндетке отырғызылуы туралы айтатын болсақ, оған қатысты бұл рәсім нақты бір жүйеге бағынбаған. Яғни ол қыздың жасына және отбасылық жағдайына байланысты болады. Қыздардың сүндетке
отыруы үшін олардың жасы мен отбасылық жағдайы өте маңызды рөлді атқарады. Бұрын қыздар өте жас кезінде тұрмысқа шыққан. Сондықтан тұрмысқа шығу алдын ең маңызды шарттарының бірі ол сүндет рәсімінен өту болған. Қыздар үшін сүндетке отыру өте маңызды. Осы себепті бұл дәстүр қоғамда әйелдің мәртебесін анықтайтын маңызды фактор ретінде қарастырылған. Сүндеттен өткен әйел қоғамда толыққанды мүше болып жүре алады және оның сөзі өтімді бола алады деп есептелген. Ал егер бұл рәсімнен әйел адам өтпеген болса, ол қоғамда толық орнын таба алмайды. Оның беделі төмен болады. Сондықтан әйел адам дәрежесін сақтау үшін сүндеттелуі керек. Ал енді рәсімнен кейін қыз баласы тұрмыс құруына толыққанды дайын деп есептелінеді. Әйелдердің қалың мал мөлшері де осыған байланысты өзгеріп отырған. Егер қыз сүндеттен өткен болса, онда қалың малы да жоғары бағаланған. Солай, яғни отбасы көбірек мал алатын болған. Яғни жаңа айтқанымдай, қыздың сүндеттелген болуы өзінің қалың малына да әсерін тигізеді. Осылайша бұл рәсім қауым ішінде адамның әлеуметтік мәртебесін анықтайтын маңызды кезеңнің бірі. Кенияны аралап жүрген кезде тайпаларға барған көптеген балалар қасыңа жүгіріп келіп музунго деп бақырады екен. Музунго сөзінің аудармасы қандай десеңдер, ол музунго ақ адам деген сөзді білдіреді екен. Сонда болар біз жүгіріп келіп музунго деп бақырып бізге көрсетеді. Ақ адам, маған қарашы, ақ адам деген сияқты. Сол бізді қысқаша музунго деп атайды осы жерде. Жағдай енді бұлар кішкене қалаға жақын орналасқандықтан бұл жерде енді кішкене цивилизация бар. Бұл жерде үйлерді кішкене біз үйренген үйлерге ұқсайды. Интернет бар, телефондар да бар және адамдардың ыдыс-аяқтары қалғандарын бәрін қарасаңыздар, кәдімгі күнделікті өмірде қолданатын біздің ыдыс-аяқтар, иә. Сол киімдері де, бәрі де қала жақын болғаннан кейін бәрі бар. Басқа тайпаларға қарағанда, бұлар енді кішкене заманауи тайпа болып тұр. Бұл жерде тағы қосып кететін нәрсе, мемлекет әйелдерді сүндетке отырғызуға қарсы, ол дұрыс емес дейді. Бірақ та тайпалар оны тыңдамай, енді баяғыдан қалған, ата-бабалардан қалған дәстүрді жалғастырады, әйел адамдарды сөйтіп сүндетке отырғызады. Піштірілген қыз баланың қалың малы енді піштірілмегенмен санағанда жоғарырақ болады екен. Сондай бір қызық ақпаратты бізге айтты. Енді мен үшін бұл жабайылық. Ал енді басқа мемлекеттеріміз, басқа мемлекеттің мәдениеті, дәстүрі. Сондықтан біз ештеңе ақыл айта алмаймыз. Өздері білсін. Не істерін өздері бақытты болса болды. Енді бұл дәстүрлі үйдің құрылысы өте өзгеше. Үй дөңгелек пішінде салынады. Оны салу үшін жергілікті жерде қолжетімді материалдарды пайдаланамыз. Шатыры шөппен жабылған. Ал қабырғалары ағаш бұтақтарын біріктіріп, байлау арқылы жасалған. Енді қабырғасы жұмсақ болғандықтан оған топырақ пен сиырдың тезегін араластырып жағады. Бұл қоспа қабырғаны тығыздап су өткізбейтіндей етеді. Ал желдету үшін есіктері өте кішкентай болады. Бірақ көп жағдайда есіктері жабық тұрады. Негізі ауа алмасу үшін шатыр мен қабырға арасында кішкентай саңылаулар арқылы жүзеге асады. Мінекей, қараңыз, көріп тұрғаныңыздай өте кішкентай тесіктер бар бұл ауа алмасу үшін. Кейбір үйлерде тіпті шағын терезелер де болады. Өйткені адамдар үйдің ішінде тамақты да пісіре береді және сол жерде де ұйықтай береді. Сондықтан желдету өте маңызды. Ал шатырдағы шөптер уақыт өте келе тоза бастайды. Сондықтан оны мезгіл сайын жаңартып отыруды қажет етеді. Енді үйдің ішін көрейік.
Бастарыңызда байлаңыздар. Иә, мінекей. Мәс саған, іші салқын екен. Көріп тұрғандарыңыздай ішінде әшекейлер бар. Иә, мұндай әшекеймен безендірулер негізінде көбінесе ерекше жағдайларда ғана жасалып жатады. Әйелдер өз үйлерін әдемілеп, басқалардан ерекшеленгісі келеді. Ішке кірсеңіздер, кейбір үйлерде тауықтар да осы жерде ұйықтайды. Өйткені оларда бөлек қора бола бермейді. Және енді әдетте күйеуі мен әйелі ағаштан жасалған төсекке жатады. Бірақ біз бұл жерде сәл жаңартылған нұсқасын көріп тұрмыз, байқағандарыңыздай. Ал балалар еденде ұйықтайды. Сонымен қатар, әйел жүкті болып қалса, ол алдын ала тағы да бір үйді салуға дайындалады. Себебі жүктілік кезінде және босанғаннан кейін шамамен 3 ай бойы жүкті әйел күйеуінің қасында тұрмайды. Ал ер адам сол 3 ай бойы бөлек үйде тұра береді. Жалғыз өзі. Ал сол уақытта әйел өз үйінде қалады және оған басқа да әйелдер келіп көмектеседі. Шаруаларында қолдау көрсету мақсатында. Ильчамус халқының тағы да бір мәдениет осындай. Міне, ішінен қарағанда дәстүрлі үйдің ішкі құрылымы дәл осындай. Желдету құрылымы да осы. Қабырға мен шатыр араларында аздап қана ашық орын қалдырылады. Бұл үйде от жағылмаған, сондықтан бұл ер адамның тұратын үйі болуы мүмкін. Әдетте әйелдің бөлек үйі болады, сол жерде ол өзі тамақ дайындай береді. Ер адам негізінен жеке тұрады, қажет болғанда ғана әйеліне барады. Осы тайпамен бірге менің Кения туралы шығарылымдарым аяқталды. Бұл елге келіп, тайпалармен танысу біз үшін мүлде басқа әлемге тап болғандай әсер қалдырды. Кения туралы барлық шығарылымдарымды көрдіңіздер деп үміттенемін. Арнамды қолдап, жылы лебіз білдіргендеріңіз үшін шексіз алғысымды білдіремін. Мен Африкаға әлі де қайта ораламын. Ал алда мені бұдан да қызықты шытырман саяхаттар күтіп тұр. Қызықты шығарылымдардан қалмау үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Көріскенше, менің сүйікті көрерменім.